Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Төлеутемирова Алина Азаматқызы. Бүгін бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабақтың тақырыбы қомағайлық жаман әдет. Бүгінгі сабақта сен мәтінді түсініп оқисың, қажетті ақпаратты белгілейсің. Балалар, қанекей, суретке қарайық. Суреттегі балалар туралы не айтасың? Иә, бірінші суреттегі ашқарақ бала, ал екінші суреттегі дені сау бала. Себебі ол уақытымен дұрыс тамақтанады. Солай ғой? Мәтіндерді түсініп бірге оқиық. Қожанасыр мен Ашқарақ. Бір тойда Ашқарақ біреу қомағайлына ішіп жегенімен қоймай, қалтасына құрт пен ірімшікті сала береді. Қасында отырған қожа әлгінің қалтасына ыстық шай құйып жібереді. Ашқарақ адамның тез ашуланатын әдеті емес пе? Бұл не деген бейбастық деп қожаға дүрсе қояды. Сонда қожа байсалды пішінмен қалтам құрт пен ірімшік көп жеді, шөлдеп қалмасын деп құйғаным ғой депті. Қомағайлық. Бір қомағай қонақта отырып, тамақты өте көп ішіп жепті. Үйіне келген соң мешкей күпті болып ауырып қалыпты. Көршісі келіп, саған не болып қалды деп сұрайды. Қонаққа барған едім, асты көбірек жеп жіберсең керек дейді. Сонда көршісі, ас біреудікі болғанмен қарын өзіндікі екенін ойладың ба депті. Балалар, сөздікпен жұмыс жасайық. Мешкей, тамақты көп ішетін тойымсыз адам. Күпті болу. Бұл жерде тамақты шектен тыс көп жегеннен ауырып қалу. Ашқарақ, тамақ сау, қомағай адам. Қанекей, суретке зер салып қара. Сурет қай оқиғаға сай? Сәйкестендір. Тексерейік. Иә, бұл Қожанасыр мен Ашқарақ аңызына сай сурет. Жарайсыңдар балалар. Мәтіндерге сүйеніп жазайық. Тамақты өте көп жейтін адамды қалай атаймыз? Дұрыс, қомағай адам, Ашқарақ адам, бәрекелді. Мәтін бойынша сөйлемдерді толықтырайық. Қомағайлық дегеніміз не? Бәрекелді, ол жаман әдет, ашқарақтық. Көршісінің сөзін еске түсірейік. Ас біреудікі болғанмен жарайсың, қарын өзіндікі екенін ойламадың ба дейді. Керемет балалар, бірігіп сызбамен жұмыс жасайық. Бізде аңыз бен мысалда кейіпкерлер қомағай, көршісі, Ашқарақ адам, Қожанасыр. Осы кейіпкерлердің іс-әрекеті мен пікірін, сендердің пікірлеріңді тыңдайық. Қомағай адамның іс-әрекеті. Қонақта тамақты көп ішіп ауырып қалады. Қомағай туралы сенің пікірін? Көп тамақ ішу денсаулыққа зиян. Көршісінің іс-әрекеті. Қарын өзіндікі екенін ойладың ба дейді. Сенің пікірін? Жарайсың, көршісі оған кеңес айтты. Ашқарақ адамның іс-әрекеті. Қалтасына құрт пен ірімшікті сала берді. Сенің пікірін? Әр нәрсенің өзінің шегі болу керек. Қожанасырдың іс-әрекеті. Қалтасына ыстық шайды құйып жібереді. Сенің пікірің?
дұрыс, ашқарақ адамды үйреткісі келді. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, сабағымызға қорытынды жасайық. Бүгін сен мәтінді түсініп оқыдың. Мәтін бойынша сөйлемдерді толықтырдың. Қажетті ақпаратты белгілеп, сөздікпен жұмыс жасадың. Керемет! Үй тапсырмасы. Дәптерлеріне ашқарақ, қомағай адамдарға 3 кеңес жаз. Қош сау болыңдар балалар.